Біздер жолға шықтық, вокзалға такси шақырып қойдық. Көкең маған жынданып жатыр. Қара зілдей не салып қойғансың. Ананың бәрін азайт дейді. Қалай азайтамын оның бәрін? Міне алда кетіп жатыр. Нен чемоданмен. Нен сумка зілдей болып кетті. Анау бір сумка тамақ аштан өлетіндей. Кішінесің. Мынандай қолын өйдіңіз. Қойшы. Барғанша маған ұрсатын болды енді. Мә, мынау емес қой біздің такси қайда? Міне такси келатыр. Ал жақсы жолымыз болсын біздің. Астана прощай. Ал жақсы жолымыз болсын. Астана Нұрлы жол вокзалына келдік. Қуаныш маған әлі ұрсып жүр. Мынаны қалай көтереміз? Қара зілдей деп. Бірдеме қыламыз енді, оны салатын жер жоқ біз. Такси 40 минут жүріп келді, бағасы 3900 теңге. Бәрін айтады дейсің де? Қара зілдей ма? Пойызға бір мініп алсақ, пойыз көтереді ғой. Ойбай, мен белім, мына жерім қозғалтпай қалды. Не болып қалды? Қой менде бәрі шынайы дейсің. Ана чемодандарды былай қозғадым ғой, содан белімді ауыртып алған сияқты. Өзің түсіп кетсің бе? Иә. Чемоданды былай қозғап, ішін толтырып сөйттім ғой. Сен кәдімгідей деп тұрсың видеоға қарап алып. Түсінсіп тұрсың ба? Видеоға еркелеп тұрсың ба? Кетшейін. Видеоға еркелеп тұрсың ба? Не, жынды дейсің ба? Видеоға еркелеп. Ауырған еш жақсы дейсің. Достар, Астананың вокзалы деген ортасы, қақ ортасы 4-ші этажға көтерілдік. Керім екен. Кең, толып тұр. Бір пойыз 50 минутқа кешігіп келеді дейді, естіп жатсың ба? Біздікі емес пе? Білмеймін. Қандай пойыз? Жоқ, біздікі бірақ осы жерден қозғалатын пойыз. Астана Атырау. Біз көше жерден шығады. Мұнда келе жатқан пойыз шығар. Анау емес 50 минутқа кешігіп келеді. Мынау Нұрлы жол деген вокзал. Да? Новый ғой, да? Мына жақтың бәрі қоянбай сурет толып тұр екен. Неге? Новый болғанда бір 10 шақты жыл болған шығар. Күшті, бұл жердің вокзалы бәрі бар. 10 шақты жыл емес, бір 5-6 жыл болған шығар. Так. Алдында ана жерге екеуміз бір келгенде білесің ба? Ана жерде жоғарыда отырып кофе ішкенімізді. Ұмытып қалдың ба? Иә. Ана жоғарыда отырып кітап оқығанымды. Дұрыс, еще кітап оқитын бұл жерде. Иә. Мен сол кезде тек босасам кітап оқитын болып тұрмын ғой, да? Соны айтам. Иә. Есіме түсіп жатыр, Түсті ма? Так, мына жақтарда көп нелер вообще. Магазин, не керек бәрі бар. Дәмхана, дәріхана, жататын орын. Мына жерге келгенде, вокзалға келгенде біздер бұрын 2019-да ма үй ішімізбен бәріміз келдік. Қыздарым бар, балам бар, ата мен әже бар. Сол кезде атамен осы жерге болғанымыз есіме түсіп тұр да. Атаны осының ішін айналдырып көрсетіп шықтық та, жоғарыға бардық, төменге бардық, бәрін көріп шықтық. Осы Астанадан Алматыға кетіп едік. Қайран өмір. Әлі ерте екен, вокзалдың ішін аралап қайтайын деп шықтым. Осы кішкене ысылау екен. Ыстықтау екен. Сосын жүріп қайтайын деп шештім. Төменге түсіп келейін, төменде не бар екен, қарайық. Бізбен бірге болыңыздар, көрсетейін сіздерге де. Экскаватормен түсіп көрейік, бісміллә деп. Ұзындығын ай. Ұзын болып тұр. Так, төменге түстік. Мен жағында тальго келіп тұр екен. Тальго тұр. Қайқа кетіп батқан тальго екен. Тальго шуылдайын деп тұрғы бір жаққа қарай. Так, енді жүрейін деп тұрма екен, тек тұрма екен. Отырғызып батқан жоқ. Тұр екен. Так, мына жақта қала. Шет жақ екен ғой да, мынау ЖД-ның вокзалы Нұрлы жолда шет жақта екен ғой да. Мына жақтар почти шет жағы ғой. Жағында ештеңе жоқ. Көрдіңіздер ме? Нұрлы жолдың вокзалы да шет жағы екен. Мен де тальгомен шуылдап
Тальгоға мінгім келіп тұр. Не етсеңіздер, біздің пойыз бар ғой, қазір отыратын пойыз. Онша емес сияқты. Еще не орында онша емес. Боковой емес, боковой орындар. Боковой орын. Билет болмағасын амал жоқ алдық енді. Көптен боковойға отырған жоқпын мен деген. Боковойға отырған негіз. Жыным келеді. Кім жақсы көреді дейсің боковойға отырғанда. Мына жерде кофеге жатырмын мен. Кофе ішіп алсам қалай болады екен деп. Так, мынаны жет. Мынаны ұтып аласың дейді ғой, мынаны істесең. Так. Бәрін бетіне Каспий бар. 150 теңгеден екен. Так, соқтардың бағаларын көрейік. 0,5 макси чай, мынаулар 400 теңгеден екен. Сулар 260 теңгеден. Кола 500 теңге, 0,5. Так, не дейді, мынау қанша дейді. Мынаның бағасы жоқ екен. Мына жерде тұр екен ғой. Так, 790 теңгеден дейді. Кофе с молоком 750 теңге. Латте 790 теңге. Мен біреуін алайын ал. Аша төлеп алайын. Алайын деп атсам, мына жерде сироп, нелері секер, ештеңесі жоқ екен. Қазір аш болса тағы ішіп білмей қалады деп алмай кеттім. Басқа жерде бар шығар. Ойыншық, мягкие игрушкалар, баночный соктар 690 теңгеден екен. Ой, мынаны да сиробы ішінде бітіп отыр. Сиробы жоқ. Мына жерге кофені қойып қойған сатушылардың иелері неге күшті қылып бәрін условиясын жасап қоймайсыздар. Адамдар алғысы келеді, но ала алмайды. Приборың ішіне құятын секері болмайды, не сиробы болмайды. Мына жерде сиробы бар екен. Осы жерден алып көрейін. Алып жатырмын, 790 теңге екен бір стаканы. Карамельдері вообще шықпайды ғой, мынаны бассаң да, қай-қайсысын бассаң да шықпайды. Түбінде қалған. Қатып жатыр ма білмеймін, шықпайды. Ақыры секер салдым, секер бар екен әйтеуір. Тамақты жамандай беруге болмайды енді, бірақ условия жоқ болып тұр ғой. Ас болсын маған. Мынандай магазиндер бар екен. Сағаттың батарейкасы, сақина сырға деген сияқтылар. Заколка, мұнчақ, подаркиге ала салуға сыйлыққа. В общем, зат көп, көрсете берсең, анжақтың бәрі. Буфет, кафе, даже KFC-ге шейін бар бұл жерде. Выход жоғарыға қарай дейді. Камера хранения жоғарыда бар екен. Үлкен вокзал ғой. Мұнда неше қатар? Біздер 4-ші қатарда тұрып қой, 4 қатарлы. Даже 5-ші қатары бар тоже, кафешкілер. Біздің пойыз келе жатыр, дейсің ба? Отырғызу басталды. 4-ші жолға келе жатыр екен. 400 ма? Иә, 4 деді. Кеттік. Атырауға адам көп сияқты біздің пойызға. Мына жақта да бар, ана жақта да бар. 10-ші вагон қай жағынан жақын, соған мінеміз ғой. Сұрасайшы ана неде адамдардан тұр ғой. Ал кеттік, берса жол болсын, Астанадан шығып баратырмыз. Боковойға көптен бері отырмаған қалай екен? Білекеңнің алған билет. Иә ма. Өзім билет алсам мындай бола. Сен вообще алмайсың ғой, мен ғой постоянно алатын. Сатып кетсейсің де. Мына жерге қалай тамақ ішеміз? Тамақ ішкеннен кейін қайда жинап қоямыз? Мен соны ойымда отырмын. Табылады ғой. Сондай састап. Ысып кетеді де просто. Менікі көкеңдікі мына жер, менікі ана жердегі боковойдың төмені. Шығып келатырмыз Алматыдан. Астана. Ту, құрсын Астанадан. Мен қуайын дедім уже. Постоянно боласың ба? Не ғой, ана адамдар пойыздан қалып қойды ма, не болды? Адамдар жүгіріп келіп нәлмей қалды ана жерге.
жаман да. Көздің алдында кері қарата жүгіріп шықты бүйтіп неге. Таксимен Боровойға дейін жүріп барады. Боровойға 2 сағатта барады ғой такси. Мынау Пойыз 4 сағат, 5 сағат осындай болады. просто жалко да. Көздің алдында өтіп баратқан жайлап тұр. Не істейсің? Сосын андай ұқсатасып жатыр адамдар. Астанада 2 вагон ғой. Ату 2 вокзал ғой. Соған кетіп Бір Астана 1 вокзалы, екіншісі Нұрлы жол. Адамдар таксиге вокзалда жаза салады, ол аппаратта көрсеткен жерге апарады. Астана 1-ге апарады. Мынау Нұрлы жолдан жүреді. Құдай сақтасын. Мен сондай Баяғыда бір рет сөйттік қой дейсің ба, 19-да келгенде. Қайда уақытында біліп қалдық та мен. Иә. Келіп үлгердік қой жігіт. Дейсің ба? Иә. Біз бір талай ерте келіп үлгердік енді. Біраз ерте келіп. 2 сағат, 3 сағат бойы бұрын келеміз ғой әйтеуір. Мына жерде қызығып отыр ма? Тамақтарын аузына ашып күшті қылып қоятын едім. Мен болып қазір. Шешіміз кішкене жүрсін. Салқындасын. Кондерді болса, тұрсайды кондер. Шай жасап қойып отырмын, күтіп. Шайнақ қайнамаған. Көкем мұн жақта жігіттермен картойна отырып күтті. Үлкен ағалар отыр екен қасымызда. Ал достар, жолымыз болсын. Ауылда бозамадыңызда бірақ. Таңертең сағат 8:30 ба, 9 болып қалды. Ұйқыдан тұрып, бетіміз іспектен шай ішіп жатырмыз. Қостанайға түсіңіз, Қостанайға. Қостанайда ұзақ тұрады сияқты, иә? 30 минутта Қостанайда. Қостанайдан далаға шығамыз. Кім бар келіңдер деп қойыңдар. Қостанайдың ауасын жұтамыз. Ет те елді осылмай отырмын. Мындай еттен тағы да бар осындай бар тағы да. Кусок пакетте ет бар. Еще холодильник жоқ дейсің. Холодильник болмайды, жасамай тұрген барып еще ашып қарадым ғой шынымен жасамай тұрмайды. Жасамай тұр екен. Еще түнде нені кондиционерді өшіріп тастады. Қосқан жоқ осы. Қосқан жоқ, ысып тұр ғой. Мына қостайтын ғой. Қазір енді Қостанайдан кейін қоспаса. Так, мен түнмен ішім ауырды. Енді тамақ ішпеймін. Жамашыңызшы дейсің. Тұрмай, ана қара үйреніп қалдысың. Сен не маған сөйтіп айтасың ғой. Қостанайға келдік. Қостанай. Ана орыстардың көбі шоғырланған жер ма? Мына бала армиядан келіп жатқан ғой. Күшті да? Қазір. Ана бала армиядан келіп жатқан бала болды, мамасы күтіп алады. Бізде толпа күтіп алады ғой. Да? Қазақтар болса толпа Соны күтіп айтамын. алады. Біздің қазақтар болса қырғын адам болып күтіп аламыз ғой. Так, бұның несі? Анасымен қауышып жатқан керемет сәтті. Фотоға тиімді өткізді. Не тата? Вокзал осының дүкендері ішінде деді ғой, кеше жазып жатыр ғой менің көрермендерім. Біздер мына жерде уже екінші жылға келіп тоқтадық. Бірінші жылға пойыз келіп қалса шалмай қаламыз. Так, мынау вокзалы. Өткенде де түсірген болатынмын бұрын вокзалы. Жерде тепловоз ауысып жатыр екен. Біз Тепловоз ауысып. Кері қарта жүреймейін де, жерден Қостанайдан. мына жоқ болып кетті ма тепловоз? Жоқ болып кеткен жоқ. Жоқ, басына кетті ма деймін. Өзіме жоқ болып кетті дейсің. Былай қарта жүретін сияқты. Сонда енді біз былай кететін болып тұрмыз ғой үшін. Білмеймін ал точно. Ол тобылдан былай кете ма? Мүмкін тобылдан кетеді. Жарты сағат тұрса ауысады ғой. Так, мен сенің артынан шығып кеттім, былай жүрші, артыма жүр, алдыма жүрмей. Солай жүрші. Әңгіме айтып. Астанаға келе жатқанда бірге келген ағайым мен апай бар еді. Соларды кездесіп қалдық, олар да қайтып баратыр екен. Басқа вагонда екен, бірақ солармен кездесіп сөйлесіп те қойып екен. Басына басқаша электричка ма сондай әкеліп жалғап жатыр. Былай кете беретін болды қайта сол орнымызбен. Осыдан кейін қай жерге барамыз?
Тобыл ма? Тағы тұра ма ұзақ? 20 минут тұрады. Yok uzak dur senin bir. Görüyorsun. Кондиционер қосып салқындатпайды, сондырып жай береді. Neyse ver. Olay болды. Пойыздарды алыстап кетіп, сосын бүйтіп фотоға түсіріп алайын дегенім ғой. Болды ма? Алдың ба? Так, жүрдік. Мына жерде енді не етеді, боковой болғасын шайды жинап бір не ете алмайсың, осылай тұратын шығар обедке шейін. Біз мына етті бір кусогын кеше біз келе жатқанда проводникке береміз қазір. Мана тағы осындай бір кусогын қазіргі өзіміздің осы вагондағы проводникке беріп тастады. Ас болсын оларға да. Сен ұялмай баратын болсын, спокойно. Бермедім деп отыр алмайсың дейсің ғой да. Ауыстайсың енді тойдың сағықты ғой. Тойдың сағықтың ауыстайсың. Өзімізге еще мынандай ғой. Әлі бір неге дейін жетеді ғой. Кешке дейін ас болады ғой бізге. Жұмыртқамыз вообще жеңген жоқ. Жұмыртқа вообще жеген жоқсың. 10 жұмыртқа пісіріп алып. Сен 10 алдың. Енді 10-нан артық бесеу сатпайды, қайтейін енді. Жеп таусасын енді. Жеңіл стол немізді, сумкамызды азайту үшін. Фрукты жейсің бе? Топ тұр фрукты. Жақсы. Алдында келе жатқанда скачать еткен киноларымда ешбірін қараған жоқпын дейсің, зарядка жоқ болды. Қасымда мынандай зарядка бар. Спокойно киноларымды қарайын деп жатыр, наушники киіп. Ал мынау қандай жер? Тобыл деген жерге келіп қалдық. Кішкентай жер, бірақ 20 минут тұрады. Тобыл деген жердің үстіне өткенде сауданы тек қана қазақтардан жасаңыздар достар. Жарайды ма, мына жерде бутиктердің бәрінде тұрған түсіністер өздеріңіз басталды. Орекеңдер. Кішкентай Яғни зат алғанда, тамақ алғанда қазақтардан барып алыңыздар. Енді ұйықтап батыр енді көзім. Нетші? Ана жерде кішкентай бір здание бар дейді, автовокзал дейді, құттай. Соның ішінде магазин бар. Соның ішінде музей суға қойсы. Музей су болған ба? Қай жерде? Анда киосклерде. Ана апа айтып тұрған жерден алыңдар. Неге? Білмеймін. Бұл жақта несі бар? Қайдан? Ана жерде не бар? Жоқ, сок. Сок. Сок алып па? Музей сок. Мына жаққа барып көрейін. Музей сок ал. Сосын біздер бара жатқан кезде 40 минут тоқтадық осы жерге де. Точно ма? Қазір 20 минут аз тоқтадық қой деп жатсам. Қайта енді ұйықтайын деп жатсам бір жерге келеміз, енді ұйықтайын деп жатсам тағы бір жерге келеміз. Ұйықтаған жоқпыз жөнді әлі. Қазақтардан алыңдар деп көкең сөйлеп жүр. Қазақ тауып алсаң ал енді. Не oldu? Литр кола 800. Береді сөйлешер. 2 литр 800. Енді жол бойы басылады. Енді Ала салшы, білмеймін, қол болсын, басқасын болсын. қол алайын ба? Литрді ала берейін ба? Ала берейін. Кетеді ғой да? Жұмыс кетеді, ала берейін. Өзім бастап қазақтардан алып отырмын, өзім бастап қазақтардан. Молодец. Осыдан Мана сен ана бір қызға алма дедің ғой, ол қыз шығып кетті басқа магазинге. Шығып кетті ба? Тамақ бар жалпы, тек қана су болмаса. Тамағымыз молынан кешке дейін таңертең түсеміз ғой, берсе жетеді бізге. Ол да таусылмай қалатын шығар. Тек су болмаса, су арасында ісіп кетіп тұр. Ана салқын кондиционерді сөндіріп тастап тұр ғой нелер. Қасымыздағы басқа адамдар. Салқындап кетті, баласы бар, біреу үлкен кісілер, біреудің балдары бар. Салқындап кетті, өшір деп сөндіріп тастап тұр. 15 минут опозданиемен келатыр, сондықтан тез жүру мүмкін, жақындап тұрайын вагоныма. Алдыға 16 сағат. ITK би деген жерге келатыр. 1 сағат кешігіп келе жатыр, ровно 1 сағат, да? Ровно 1 сағат. ITK болса да. ITK болу керек. Даласы нормально ма кішкене? Үлкен жер екен, да?
Ауылдық жер болып тұр. Мына жағында ел жоқ. Жүрік. Жайылып отыр, ана жақтан бастап. Тоқ. Бірақ азғантай тұрады, 10 минут тұрады. Апам неден дүрді? Біздер шықпаймыз, сен шыға бер, мен шықпаймын. Тықылдап кетті. Сен шығып кел далаға, не бар екен қарап кел, ауасын жұтып кел. Уже біздің ауылдың ауасы сияқты болып тұр. Тамам. Ішіп пысып кетті. Біздер Некел тау деген жерге де келіп қалдық. Алдында өтіп бара жатқанда 40 минут тұрды ғой. Тоже бүгінде 40 минут тұрады екен. Бірақ опозданиемен келе жатыр. Мына алдындағы базарымыз. Азғантай осы жердегі деп киоскілер. Шашлик 2000 теңгеден. Түтіндетіп, иісін бұрқыратып, күшті қылып жатыр. Осы жерде кілең шашлик өтетін сияқты. Да? Бірақ бағасы қымбаттау сияқты. 2000 теңге үйрек пен тауық дейді. Түрлері күшті екен бірақ, а? Күнде тұрады. Бірақ зиян ба екен. Күнде түтін жұтып тұрады. Мороженое жейсің ба, жемейсің ба? Су бар ма? Су бар, ішілген жоқ ғой? Ішілген жоқ. Жылып кетті ғой уже. Мына жерде түтін шықпаған шашлик бар. Қазақтар еді. Көбі қазақтар сияқты. Бұл жерде шашлик бар, пирожки бар. Бәрі 2000 ғой. Иістей. Біздің тамағымыз толып тұр іште. Әлі таусылған жоқ вообще. Екеуміз жартпай жатыр ғой деймін тамақ жеп. Или көп алып шықтық па. Жатып тіпті істік. Шаршадық жатып. Уақыт өтіп болмай жатыр. Енді бір ұйықтап тұрсақ бұйырса таңертең жетеміз Атырауға. Телефон перезагрузка жасасам да интернет нөл қосылмай тұр. Интернет бұл жақта қалай кіреді екен адамдар? Жолда бар болса интернет шашып жібереді. Жұмыс жасайтын адамдарға, иә. 40 минут ұзақ тұрады, паровоз ауысатын сияқты. Мына жердегі состав ұзын екен. Кейбір вагондар күшті дейді. Кәдімгі немен, біздікі онша емес енді. Әлі 1 сағат кешіп келеді. Уақытын алмай жатыр да? 1 сағаттың үстінде де кешіп келе жатыр. Не болып қалды оған? Неге кешікті? Күшті дейсің бе, саған алдында жазықты ғой, қай жақтың? Қарағандының пойызын көрмеген екенсің. Олар вообще күшті дейді. Жаман ба? Солай болып тұр, Ақтөбе Алматы сияқты. Алдында бізбен бірге олай қарата кеткен адамдар бәрін етіп жатыр да, қайтадан келе жатыр да. Иә. Енді бізде бір шама болдық қой, бәрі де сондай болып тұрды. Мороженое ала қойын деп едім. Интернетім ашпады совсем. Жақсы деп шығып кеттім сосын. QR жасайды екен, негізі QR қойып қойыпты бәріне. Жаңада осының алдындағы бір жерден ашып едім, мен неден QR мен мороженое алып едім. Мыналардан ашпай тұр, интернет жасамай тұр. Жұрттар қалай алып жатыр, үймелеп жатыр. Жақсы деп шығып кеттім. Мына жақтан бірдеңе шықырлап жатыр, қарап қалсам. Сиыр екен, душе талдарды жеп жатыр ғой. Сиыр ма, жылқы ма? Дұрыс көрінбей тұр маған. Так, мына жерде. Сиыр ма, жылқы ма, білмеймін не екен. Алыстан, жылқы сияқты ма? Сатырлатып жеп жатыр әйтеуір. Мына қызық екен, бір айдалада тұрған сияқты, үйлер дұрыс көрінбейді. Мына жерде вокзал енді. Вокзал ашық емес, жабық тұрған сияқты. Мына жерде бір 5-6 киоска болды. Үйлер қаяқта екенін білмеймін. Сиыр екен, төне ан жақтан шықты. Сиыр екен, міне кетіп баратыр. Душе сиырлар жеп рахаттанып кетіп жатыр. Осы жерде сауда жасаған пойыздан түскен адамдардың біреуінің телефоны қалып қойыпты. Киоскідегі сатушылар
айқайлап жатыр, телефон кімдікі деп, бірақ ешкім хабарласқан жоқ. Енді екі полицейский телефонды алып жатыр. Қазір енді пойызға мініп жүріп, аралап жүріп, иесін табатын шығар деген ойдамын. Білмем, екі полиция барып тұр қастарына. Не істер екен білмедім. Кім телефон ұмытып кетті, таба алмай жатыр әлі. Әлі іздемей жатыр ғой ол адам өзінің телефонын. Әлде де уақыт бар ғой. Ана полицейскілер телефонды алып, барлық вагонның айналасын естіп, басына аяғына шейін жүріп өтсе табады ғой. Әлі уақыт бар, бірталай тұрады. Ал біз де бірінші Атырауға келіп қалдық. Жиналып, затымызды шығарып дайындап, төсек тапсырып қойып отырмыз. Вагонның ішін ба? Иә. Жұрттың бәрі жиналып жатыр қазір. Мына балдар түн мен таңға шейін ұйықтаған жоқ. Біз де мына жерде боковойда отыр едік. Қасымыздағылар мақаттан түсіп қалғасын. Вагон бос қалды. Мына жерге ауысып дайындалып отырмыз. Әлі киінген жоқпын. Киініп алам, бірақ дайынбыз почти. Атырауға келдік, құрдастарымыз бізді көтіп алды. Көкең сыртқа шығып кетті. Өздері бір жерге кіріп кетті. Мен машинада отырмын. Енді қазір біздер бұйырса түс қайта 4-тегі автобуспен Құлсарыға қарай жүреміз. Билеті 4-тегі автобус қалып қойдық. Оған кейін осы жақта құрдастарымыз қонақтаймыз, біздің үйде болыңдар деп жатыр. Сол ары қарай менімен бірге болыңыздар. Көкең ан жақта сыртта тұр. Не істеп тұр? Зарядка жасап тұр ма, не істеп тұр? Қайда тұрсың, не істеп жатсың? Көке. Чөк. Не істеп жүрсің? Кілтті қолыңа ұстап алып. Не істеп жүрсің? Күн жанып тұрғанда жай жүрсің. Кетші ары қарай. Мынау не зат еді? Бірдеменің арты ғой да? Арда келеміз бе? Жоқ. Атырауымыз жанып тұр екен, күн ыстық екен. Ысып кетіпті. Бізге күшті салқын болып тұр еді.